жерге айтайық. Батыс мүлткісіз емес, бірақ ода мүлткісіз заң бар. О жерде адамдар максимал деңгейде демократияның тесік-тесік жолдарынан пайдаланып, өздерінің арам мақсаттарын іске асырады. Мысалы, батыста еркіндік демократияның шексіздігі соншалық, Қытайға қарсы ереуіл өткізіп жатқандарға Қытайды жақтайтындар келіп ереуілін бұлықтырып кетеді. Міне, демократия ма демократия. Оның Қытайды жақтауына да рұқсат, ананың Қытайға қарсы тұруына да рұқсат. Демек, демократияның шексіздігін беріп қойғандықтан, бұл жерде жаңағы мынау орысшылдар менен, мынау әсіре радикал діншілдер айтатын, әне айттық қой, оларды еркекпен еркек үйленеді, әйелмен әйел үйленеді деп батысты жамандайды. Бірақ Нұқтың заманда да сөйтті ғой. Лұттың заманда да сөйтті ғой. Бұл тақырып адамзаттың мәңгілік тақырыбы. Педофилдік, жаңағы жыныстас, жаңағы бұндай бәлелер, сұмдықтар адамзат тарихында қасиетті кітаптар, Інжіл, Забур, Тауратта, Құранның өзінде жазылып қойылған. Сондықтан қазақтарға мен осы нәрселерді айта келіп бір нәрсені айтамын. Қияметке дейін күрес тоқтамайды. Адамзат құрған ешқандай жүйе мүлткісіз емес. Қиямет қайымға дейін күрес тоқтамайды. Сондықтан Қазақстандағы педофилдіктің қорлығын көрген, ұлдары мектепте қорланған, зорланған, жыныстық басқыншылыққа ұшыраған ата-аналарды, немесе армияға жіберген ұлдар армияда басқалар жағынан жыныстық зорлық зомбылыққа ұшыраған ата-аналарды айтамын. Бұл ұялатын тақырып емес. Сенің ұлың мектепте басқалар жағынан жыныстық зорлық зомбылық ұшыраса, немесе армияда жыныстық зорлық зомбылық ұшыраса, немесе түрмеде жыныстық зорлық зомбылық ұшыраса, онда ол кінәсіз, ол әлсіз. Әлсіз адамда ешқандай кінә жоқ. Ал соған жыныстық зорлық зомбылық жасағандар, олар мәңгілік қылмыскерлер. Ендеше сен ашыққа шығып, олардың қылмысын аш. Және олар сенің ашыққа шықпауыңды, сенің ұялуыңды олар мұқтаж болып отыр. Сенің ұялып осы қылмысты жасыра түскені оларға керек болып тұр. Сондықтан сен керісінше ұялма. Себебі саған неге ұялма дейміз? Бұл Інжілде, Забурде, Тауратта, Құранда жазылған. Құдайдың соңғы кітабы Құранда. Бұл жазылған әңгіме. Нұқтың қауымы осы аурумен ауырған, Лұттың қауымы осы аурумен айналысып, осы індетпен айналысып, Лұттың қауымы жер жүзінен жойылған, Алланың қарғысы тиген. Міне, сондықтан бұны Алла Тағала өзінің қасиетті кітаптарында, және соңғы кітабы Құранда, соңғы елшісі Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам арқылы түсірілген кітапта, Құранда неге бұны ашық айтып отыр? Егер ұялса осыны адамдардың ортасына жіберілген ең көп оқылатын осы кітапта неге бізге айтпаса керек еді ғой? Жасырса керек еді ғой? Неге Құдайдың қасиетті кітабында осы педофилдік туралы айтады? Неге осы еркекке еркек шабу, әйелге әйел шабу сияқты осындай ауруларды айтады? Демек, Құдай бұл ақиқатты адамдардың ашық оқуын және ашық талқылауын қалап отыр. Себебі бұл адамға жіберілген үлкен сынақ және апат. Бұл ауруды жасырып, мына қазақы жолменен ұят болады деп жасырып емес. Керісінше осы педофилдіктің қайнар көзі болған қазақ билігін, яғни мектептердегі педофилдерді қорғап отырған қазақ билігін, түрмедегі педофилдерді қорлап отырған қазақтың қылмыстық сот жүйесін, және армиядағы педофилдерді қолдап жасырып жауып отырған қазақ жүйесін Құдайдың қарғысы атсын десең, ендеше әр қазақ ашыққа шығып күресу керек. Міне, біздің өміріміз күрес. Біз Қазақстанның өзінде күрестік, қақпай көрдік, түрмеге түстік, бүкіл бізді тәркіледі, қаншама жала жабылды, өзіміз ғана емес, туыс-туғандығымыз, өз жұртымыз, нағаш жұртымыз, қайын жұртымыз безіп кетті. Дос, бұрынғы жолдас жора шошып, жоғалып кетті. Бірақ бәрібір ақиқатшыл жігіттер айналамызға топталды. Бәрібір сатымсақтар, әлсіздер, жаңағы шыдамайтындар безіп жоғалды. Бірақ айнымайтындар қасымызда осы күнге дейін келе жатыр. Алла олардың ирадасын біз ойлағаннан да мықты қылсын. Алланың сүйікті құлдары қашанда ақиқатқа тістей жабысып қалады. Алланың сүйікті құлдары шындық, тура ақиқат, Алланың разылығы үшін, шындық үшін күресетін кезде олар тістей қатып қалады. Олар ұстаған жерде қолы, тістеген жерде тісі қалады. Міне, Алланың күрескерлері бізбен бірге. Ал біз мына демократия, еркіндік деген батысқа келгенде де біз күресіміздің әлі тоқтамайтындығын білдік. Неге? Бізді осы батыстың өзінде үнімізді өшіруге,
біздің үнімізді өшіруге тырысатын күштер бар. Және олар осы батыста ауқымды, күшті, қуатты, қолында медиасы бар, ақшасы бар. Оларда сондай ақиқатшыл образ сомдап қойған. Басында біз оларға үмітпен қарадық. Сөйтсек, бетіндегі маскаларын бір-біртіндеп жыртып, енді олар сол батыстық демократиялық кеңістікті пайдалана отырып, шын мәнінде күресетін біздің үнімізді өшіруге тырысады. Немесе бізді басқа бағытқа салуға тырысады. Немесе бізді сол Қытайдың қолайына жағатын, Қытай үміт еткен, және Қытайдың халықарада ақталуына орай тудырып беретін жаңағы айғайшы ұйғайшылардың қасына қосқысы келеді. Біз оның бәрінен бас тарттық. Бізге қазақтың мүддесі ғана керек. Ал енді халықарада қайтеді? Қазақтың үнін өшіруге тырысып жатыр. Қазақтың үнін өшіру керек. Жоқ, қазақ тақырыбын айтқызбау керек. Қазақтың үнін өшіру керек. Шығыс Түркістанда қазақ жері жоқ сияқты, қазақ мәселесі жоқ сияқты. Сөйтіп өз жерде тек қана жаңағы басқаның мәселесі бар, қазақтың мәселесі жоқ дегенге әкелгісі келеді. Біз оған да жол бермедік. Жоқ, ол қазақтың жері. Бір, екіншіден қазақта қорлық көріп жатыр. Екі, үшінші біз адамдық құқықты көтерушіміз. Бүгін қазаққа тиіспей қоя берсе, ертең тоқтаймыз. Ал қазақ билігі де әртістігін істеп жатыр. Олар да жаңағы маймылдарды көтеріп, шынайы Қытайдың кеңірдегінен ақиретке дейін жабысып қаламыз деген бізді қақпайлауға тырысты. Олар да өздерінің маймылдарын сахнаға шығарып, міне осыларға рұқсат бердік, міне бұлар үруге рұқсаты бар иттер, аңырауға рұқсаты бар есектер, міне бізде еркіндік, демократия деп маймылдарын қойып отыр. Міне дүние ойын. Бұлай қарасаң, Батыс пен Қазақстан билігінің ортасында мүдде жоқ. Бірақ оларда кей мәселелерде мүдделестік бар. Себебі қазақ билігінің өзі батыстан қорқады. Себебі триллиондаған ақшалары, олигархтардың ақшалары батыста тығылып тұр. Олар бүкіл ақшасын батысқа тығып, арқасын Қытай мен орысқа сүйеп отыр. Сондықтан қазақ билігін айтамыз, ақшасын батысқа тығып, арқасын Қытай мен орысқа сүйеген қазақ билігі соңғы ажал сәтінде жанталасып жатыр. Қазақ билігінің ғұмыры ұзаққа созылмайды. Ал қалың мүдделердің ортасынан, қым-қуыт байланыстардың ортасынан қайткенде қазақтың ұпайын түгендеуге болады. Қайткенде қазақтың мүддесін көтеруге болады. Міне бұл үлкен саясаткерлікті талап қылады. Міне бұл үлкен шеберлікті, тактиканы талап қылады. Біз осы жолда күресіп жүрміз.